Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айғаным Зылпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Подписаться кнопкасын және қоңырау шамының белгісін басуды ұмытпа, себебі бұл мен үшін өте маңызды. Бүгін сіздермен 9 сынып химия 3 тоқсанға арналған адам ағзасындағы химиялық элементтер бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Оқу мақсаты адам ағзасының құрамына кіретін элементтерді атау және олардың маңызын түсіндіру. Екінші, адам ағзасындағы кальций мен темірдің рөлін түсіндіру. Үшінші, қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атау және олардың ағзаларға әсерін түсіндіру. Бағалау критерийі адам ағзасының құрамына кіретін элементтерді атайды және олардың маңызын түсіндіреді. Адам ағзасындағы кальций мен темірдің рөлін түсіндіреді. Қоршаған ортаның ауыр металдармен ластану көздерін атайды және олардың ағзаларға әсерін түсіндіреді. Тапсырмадан бастайық. Орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырма: адам ағзасының құрамына кіретін 3 элементті атаңыз және маңызын көрсетіңіз. Хлор қарын сөліндегі тұз қышқылының құрамында болады. Екінші, магний элементі, яғни хлорофилл мен сүйек ұлпасының құрамында болады. Үшінші, азот, нароздар, РНК, ДНК, АТФ тағы басқа құрамына кіреді. Екінші, элементтердің адам ағзасындағы маңызын көрсетіңіз дейді. 2 элемент берілген: кальций, темір. Кальций қаңқаны құраушы сүйек ұлпасының құрамына, яғни сүйектің құрамына кіреді. Енді бұл жерде кішкене ақпарат бере кетейін. Кальций элементі адам ағзасына жетіспейтін болса, сүйектері сынғыш және тырнақтары сынғыш болып келеді. Көптеген ауруларға шалдығады және адам шаршаңқы, жалқау болып келеді. Екінші, темір гемоглобин және миоглобин құрамына кіреді, тыныс алуға, яғни тыныс алу процесіне қатысады. Енді темір егерде адам ағзасына жетіспейтін жағдайда жаңағыдай шаршаңқы болады, адам өте шаршаңқы, ештеңе зауқы болмайды және де қанасыздық, яғни анемия ауруына шалдығады. Осы темір элементі көбірек адам ағзасында болу үшін жаңғақ, балық және де алма, сол сияқты пайдалы тағамдарды жеу қажет деген. Енді үшінші тапсырма бізде Қазақстанда қоршаған ортаны қорғау министрлігінің мәліметі бойынша ауыр металдармен ауаның, судың, топырақтың ластануы Қазақстанның ірі өндіріс орталықтарында экологиялық өзекті мәселе болып табылады. Мысалы, Семей қаласының өндірістік орындарына жақын маңдағы топырақ құрамында мырыш мөлшері 7-4 есе артық. Енді тапсырмаға оралайық. Тапсырмаға оралатын болсақ, яғни ауыр металдардың адам мен жануарлар ағзасына түсуінің 2 жолын сипаттаңыз деген. Біріншісі, су арқылы балыққа өтіп, одан адам ағзасына өтеді. Екіншісі, ауа арқылы, мысалы, сынаптың буы. Б. Ауыр металдардың ағзаларға 3 әсерін түсіндіріңіз дейді. Біріншісі, бауырға зиян. Екіншісі, улануға келеді. Үшіншісі, орталық жүйке жүйесінің қызметін бұзады. Яғни бізде ауыр металдардың пайдасынан зияны көп екен. Сондықтан әрқайсымыз өзіміздің денсаулығымызға мұқият қарау қажетпіз. Негізінен адам ағзасына ең пайдалы элементтер олар магний, яғни жүйке жүйенің тыныштандыруға, жүйке нерв жүйелеріне қызметіне қатысады. Мысалы, тез ашуланатын адамдарға магний веществ витаминдерін береді. Одан кейін темір, иод элементтері көп адам ағзасына пайдалы және жетісіп тұру қажет. Одан кейін кальций элементі көбірек жетісу қажет. D3 ішу қажет. Біз егерде кальций жетіспейтін жағдайда, онда бойымыз қысқа болады, шаршаңқы болады, сүйектер сынғыш, волейбол, баскетбол ойындарына мүлде қатыса алмайтын оқушылар пайда болады. Ал бұл жерде ауыр металдарға келетін болсақ, ауыр металдардың өзі адамға ғана емес, жануарлар ағзасына да өте зиянды болып келеді.
сол мысалы кейде біз жануарлардың етін жейміз, мысалы сол арқылы да адам ағзасына түседі. Сондықтан етті жеген кезде де таңдап, сапалы, жақсысын таңдауға тырысу қажет. Бұл БЖБ тапсырмалары 13 балдық. Сіздермен болған Айғаным Зұлпиева. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бұл мен үшін өте маңызды. Назарларыңызға рахмет.